Міне 9 құлаш арқан болды осындай. Міне мына жерлерінде споры бар. Міне әкем кеше өріп бітірді. Бүгін жөндеп жатыр. Тоғыз құлаш міне қоспаларым қандай болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Жалғау. Өстіп жалғап, аяқ жағын жылан өрмемен өріп. 9 құлаш арқан шығардық. Міне әкем өріп жатыр. Әкем тазалап, тіліп, қалпына келтіріп, жөндеп. Сонымен 9 құлаш арқан дайын. Таяп қалды. Өзіміз илеп, өзіміз жасап, өзіміз өріп. Бәрі қолдан. Қайсын илеп, оны өріп, жасап, міне. Еңбек. Міне 9 құлаш арқанымыз дайын болды. Енді майлап ағамыз ысып жатыр. Міне осыдан кейін арқан бабына келеді. Так, көзіне қарай, так. Шашидың көзіне, шашид. Қаралған болдым, құдай айында қалғы тұтып. Жұпар аңқыған арқан бұл. Енді жүгөннің жақтауы 16 таспадан өріп отырым. Мынау жүгөн жасалған, бұл 11 таспадан өрген жүгөн. 11 таспадан өріп шығардым. Мынау енді 16 таспадан өріп шығарған жүгөн. Жүгөннің екі жақтауы міне былай келеді ғой. Сонымен осылай өріп отырым. Әдемі түсір, жақындап түсірсеңші. Асты мынандай болады. Жігіттер, көріңдер. Өрімі үйренем деушілер болса. Ал енді жігіттер, іске сәт. Міне мынау 16 таспадан өріліп жатқан жүген. Әкем өріп жатыр. 16 таспадан. Астымдай аудар. Міне қандай керемет нәрсе шығады. 3 өзектен 16 таспа. Бұны шатаспай өрудің өзі керемет жұмыс, күшке күш қажет. Енді құрметті ағайындар, 16 таспадан өріп жатқан жүгөнім. Енді осы қай бір өнер болсын, енді жігітке жеті өнерді аз дейді ғой. Осының қайысын іздеп өз қолымнан
Одан кейін міне арқан жүгін. Осындай нәрселер жасалып жатыр. Міне. 16 таспаға енді 6 таспа қоссаң, неше таспа болады? 22 таспа бола ма? Сол 22 таспадан 4 үзек болып түседі. Осындай бір керемет сиқырлы өрме. Осындай. Осыны енді шатаспай. Күшпен байқампаздықты қажет етеді. Өздеріңіз көріп отырғандай, шатаспай бірінің үстіне бірін қойып, осындай өрнек шығару оңай нәрсе емес. Қарай.